Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кесте элементтерінің графикалық ұсынылуы. Бүгін үйренесіздер электронды кестеде диаграмма құруды. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Диаграмма дегеніміз сандық ақпаратты көрнекті түрде ұсыну болып табылады. Диаграммалардың келесі типтері кездеседі: гистограмма, сызба, дөңгелек, жолақ, аумақтық, нүктелік, биржалық, беттік, жапырақты және аралас. Диаграмманың әрбір типі түрге бөлінеді. Бірінші, топтық гистограмма. Мұнда категория бойынша мәндерді салыстыру көрсетіледі. Екінші, жинақталған гистограмма. Мұнда мәндердің жалпы қосындысына әрбір мәннің үлесі енгізіледі. Үшінші, нормаланған жинақтаушы гистограмма. Мұнда мәндердің жалпы қосындысына енетін әрбір мәннің пайыздық үлесі көрсетіледі. Сонымен бірге гистограмма элементтерінің формасын жазық, көлемді, цилиндрлік түрлерінде таңдауға болады. Сонымен бірге гистограмма элементтерінің формасын жазықтық, көлемді, цилиндрлік түрде таңдауға болады. Оқушылар, енді бірге тәжірибелік жұмыс жасап көрейік. Ол үшін Excel бағдарламасын ашып, кесте құрамыз. Кесте 3 бағаннан тұрады. Яғни бірінші бағанда сатушы аты және қалған 3 бағанда апта күндері жазылады. Әр бағанға ат береміз. Сатушы, дүйсенбі, және бірінші сатушы, екінші сатушы деп жазып шығамыз. Яғни 3 сатушы болады: бірінші, екінші, үшінші. Және әр апта күніне сатушының тапқан жалақысының мөлшерін, яғни 34-35. Екінші сатушыны кім? Енді кестенің барлығын белгілеп алып, ставка бөліміне диаграмма қоюға қоямыз. Яғни гистограмманы таңдап, гистограмма құрамыз. Алдымызда біздің гистограммамыз шықты. Және бұл жердегі мәліметтерді алмастыруға да болады. Ол үшін тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы, яғни ол жерде столбик және строканы ауыстыруымызға болады. Тапсырма: сұрақтарға жазбаша жауап беріңіз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.